Сәлем достар, бүгін біз каналымызда күнбағыс ұстаған қыздың суретін саламыз. Ең алдымен қарындашпен жобалап қыздың бас киімін салып аламыз, яғни жаздық шляпасын саламыз. Осылай қатты баспаймыз, себебі бояудың астында көрінбес үшін. Кейіннен шляпаның астында көйлегінің жеңі. Енді астына қарай қолы. Қазір бұл жерде шынтағының суретін сала кетеміз. Енді екінші көйлегінің жеңі және де екінші шынтағын бейнелейміз. Кейіннен ақырындап қолына көше бастаймыз. Бұл жерде ең бастысы асырып жібермеу. Яғни қолын шынтағы екені байқалту үшін осылай бір ғана сызықпен ғана бейнелейміз. Ал қалғанын бізде бояумен боялады, яғни түрлі тондармен бояған кезде қолы екенін бірден байқатуға мүмкіндік болады. Ал енді қолын саусақтарын салуға тырысып жатырмын. Қате кету мүмкін. Қолының саусақтарын салмайым десеңіздер, онда қолын гүлдің астына тығып қойсаңыз да болады. Онда айланда істеуге болады. Себебі саусақ көбінесе дұрыс шықпайды. Дұрыс бейнелеу өте қиын. Ал енді шляпасының ішкі бөлімінде күнбағыстың домалағын, яғни күнбағыстың өзінің ортаңғы бөлігін және жобалап күнбағыстың жапырақтарын осылай салып шықтық. Бұл не үшін жобалап салынады? Себебі бояумен жұмыс істеген кезде бізге қай жерде не нәрсенің бар екенін, қай аймақтан шығып кетпеу керек екені жайлы анықтама деп айтсақ та болады. Енді гүлінің бізде мына жерде сабағы болады, және де ол гүлде екі жапырақ болады. Жапырақтар өздерің білетіңіздей үлкен күнбағыстың. Сол екі жапырақты екі жаққа қаратып бейнелейміз. Және де бұл қызда видеода сол жағында көрсетіліп тұрғандай қыздың шашын да бейнелеу керек болады. Оған да орын қалдыру керек. Онда ұмытпаймыз. Ал қыздың артқы фонында бізде жасыл көкжиек болады, яғни жасыл шөп, гүлдер бейнелейтін боламыз. Ең алдымен фоннан бастаймын деп шештім. Жасыл түсті аламын, және де екінші түске жасылды қанық түсін аламын. Немесе сіздерде ондай палитраңыз болмаса, онда сіздер жасылға кішкене қара түсті қоссаңыз, сізде қанық жасыл түс шығады. Осылай ақырындап, асықпай бұл суреттің артқы фонын бояп шығамыз.
Ал ендігі кезекте біз енді қыздың өзін және де гүлдің суретін бояуға, бейнелеуге көшеміз. Ең алдымен қоңыр түсті аламыз, және де ең бірінші бастайтынымыз ол біздің күнбағысымыздың ортасы. Күнбағысымыздың ортасын осылай кесілген щетка арқылы, кисточка арқылы, ұрғылау тәсілі арқылы қоңыр түсті алып, су қоспайсыздар, қоңыр түсті алып, осылай ұрғылап бояп шығамыз. Ол бұлай болып қалмайды. Сонымен қатар сары түсті аламыз де, сары түсті ұрғылау тәсілі арқылы арасынан бояп шығамыз, және де шет жағына ақ түспен дәл сондай қозғалыс жасаймыз. Яғни бұл біздің күнбағысымызда дәндердің барының немесе шемішкенің барын бейнелейді. Ал енді күнбағыс жапырақтарының өзін бояуға кірісеміз. Ол үшін бізге сары түс, ақшыл сары түс және де қызғылт сары түс қажет болады. Егер де сізде олар болмаса, сіздер жай бір сары түсті алып, біреуіне қызыл түсті қаттырақ қосып, сол кезде қызыл сары түс шығады. Ал екіншісіне кішкене сары қызғылт түсті қосып араластырсаңыз, осындай палитраңыз дайын болады. Яғни гүлді ең алдымен осылай жағу тәсілі арқылы ішінен сыртқа қарай, яғни төменнен жоғары қарай бағытта осылай жапырақтарын салып шығамыз. Ішкі бөлімінде бізде қызғылт сары түсті жапырақтар болады, бірақ барлық айналада емес, кейбір жерлерде бар, кейбір жерлерде жоқ, кейбір жерлерде ол жапырақтары, қызғылт сары жапырақтары ұзын, ал кейбір жерлерде ол тек қана күнбағыстың ортасына жақын жерде ғана орналасады. Ал енді сары түсімізді алып осылай шамалы переходын өзгертеміз. Гүлдің жапырақтарын ұзартамыз. Себебі біздің гүліміздің жапырақтары қыздың бетін толығымен жауып тұру қажет. Сонда бізде ұялшақ қыз бетін күнбағыспен жауып тұр деп айтсақ болады. Енді сары түсті алып, арасынан ақшыл сары түспен бояп шығамыз жапырақтарын, ал кейіннен ақ түспен жүріп шығамыз. Ақ түс әрине бізге әлбетті түрде керек, себебі ақ түспен әр бір заттың, әр бір суреттің выпуклостіні ғой, яғни дүңкиген жерін бейнелеген өте оңай. Ендігі кезекте бізде қыздың бас киімі және де денесінің бітімін бояй бастаймыз. Ол үшін бізге сарғыш қоңыр түсті алып, немесе орысша бежевый деп айтады, сол түспен шляпасын бояп шығамыз. Енді ақ гуашьты алып, мұқият қарап алыңыздар. Крест тәсілі арқылы шляпасының бір шетін ақ түсті гуашьпен бояп шығамыз. Яғни ең алдымен кисточкамызды бір бағытта, екінші бағытта бояу арқылы осылай шляпамыздың тоқылған екенін байқатамыз, бейнелейміз. Яғни ондай тоқылған шляпаларда әлбетті түрде шляпаның шеттерінде осындай шашақтар болады.
Сол шашақтарын қазір гуашь арқылы бейнелеуге тырысамыз. Бас киімін бояған кезде гүліміздің жапырақтарына байлаңыздар, оны бояу қажет емес. Ал кейіннен бас киіміміздің бояуы кепкен кезде біз гүліміздің жапырақтарын одан әрі ұзартып бояйтын боламыз әлі. Қыздың оң жақтағы шляпасының бір шеті бізде қоңыр түсті шашақтар болса, үстіңгі бөлігінде жоғар жағында ақ түсті шашақтар болады. Яғни көлеңке бар дегендей, күннің түсуі бар дегендей. Сондықтан да осындай түрлі түсті шашақтардың көзге көрінуі мүмкін. Осылай крест арқылы салып аламыз. Және де ақ түсті де міндетті түрде қосу керек болады. Шляпамыз толығымен дайын болды деп ойлаймын. Енді жоғары жағынан қазір және де сол жағындағы бөліміне шамалы қызыл қоңыр түсті қосу керек деген ойдамын. Қазір көре жатармыз. Енді қыздың шляпасы кепкенше дейін қыздың шашына кірісейік. Сарғылт түсті алып, осылай жоғарыдан төмен қарай шашты бейнелеуге тырысамыз. Шашымыз қыздың түрлі түсті, яғни бір анық-қанық түс бар деп айта алмаймын. Күн сәулесімен ағылып, шағылып, төгіліп тұрған шаштың суретін бейнелейміз. Яғни бұл жерде қоңыр, қара түсте болады, және де ақ түсте міндетті түрде кездеседі.
Ал енді қыздың киімін бейнелейміз. Ол үшін ақ гуашьты алып, көйлегінің барлық аймағын ақ гуашьпен бояп шығамыз. Кейінірек ол боялған ақ түске көкшіл немесе көгілдір түсті қосамыз. Ақырын-ақырындап қоса бастадық. Немесе толығымен боясаңыз да болады. Әрине бұл сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Мен арасынан осылай көк түсті жағып шығамын деп шештім. Кейіннен жасыл жапырақтарға көшеміз. Яғни қызымыздың ұстап тұрған күнбағысымыздың жапырақтарын, сабағын бояймыз. Бізге жасыл түс қажет болады. Ең алдымен жапырақтарын қанық жасыл түспен бояп шығамыз. Және де ол жапырақтарына түскен көлеңкені қоңыр немесе қанық жасыл, бұл жасылға қара түсті қоссаңыз сондай түс шығады. Сол түспен көлеңкесін бейнелеп шығамыз жапырақтарын. Ақырындап қызымыздың қолын бейнелеуге кірісеміз. Яғни бізге ақшыл қызғылт сары түс керек болады. Осылай қолының жоғары бөлімінен 1-2 сызық жасайсыздар. Және де алақанның ішкі сыртқы бөліміне, саусақтарының кейбір бөлімдеріне, және де бұл түс бізге шляпамыздың шашақтарын жасауға керек болады. Яғни бұл қызғылт сары деген не? Қызғылт сары дегеніміз бұл көлеңке түсіп тұрған жер деп айтсақ та болады. Яғни күн түспей қаралау болып қалған аймақ. Ақырындап арасынан қоңыр түспен шляпамыздың шашақтарын толықтырып жатырмын. Енді гүліміздің
жапырақтарын толықтырамыз. Ол үшін ақшыл сары түсті алып, жаңағы боялған шляпамыздың кейбір жерлеріне ұзынша жапырақтар салып шығамыз. Барлық шашақтарды, шляпаның шашақтарын толығымен жаппаймыз, тек қана арасынан осылай толықтырамыз. Сары түспен толықтырып өткеннен кейін ақ түспен де толықтыру қажет болады, себебі бізде гүлімізде тек қана сары емес, ақшыл түсті, қызғылт сары палитралар да бар. Енді ағы гуашымыз дайын тұрған кезде шашымыздың арасына осылай 1-2 ақ түсті сызықтар қосып жібересіздер. Ал енді бұл ақтың үстінен сарғылт түсті, яғни бежевый түсті қосамыз. Кейіннен қара түсті гуашпен арасынан 1-2 сызық, яғни шаштар жасаймыз. Қалған қоңыр түсімізді жіңішке кисточка арқылы қолымыздың контуринген жасаймыз. Саусақтарының контуринген жасаймыз. Саусақтарына шамалы көлеңке қосамыз. Саусағымыз ұзын, әдемі қылып бейнелейміз. Және де әлбетте түрде екінші қолымыздың да контуринген жасаймыз. Ақ түсті гуашпен көйлектің контуринген жасаймын деп шештім, яғни біздің жеңіміздің осылай әдемі қылып сырт жағын ақ гуашпен бояп шықтық. Сол кезде өте әдемі көрінеді.
шынтағымыздың төменгі бөлігін ақ түспен бояп шығамыз. Яғни бұл жерде бізде қолымызға жарық түсіп тұрғанын бейнелейміз. Шашымызға қызғылт сары түсті де қостық. Шашымыздың түсі түсініксіз, бірақ ең соңында әдемі шығады деген ойдамын. Енді шашымыз пока кепкенше дейін фонымызды сала бастаймыз. Ол үшін қызғылт сары түсті алып осылай арасынан бір-екі жерден ұрлау тәсілі арқылы сары түспен, қоңыр түспен ұрлау тәсілі арқылы осылай нүктелер салып шықтық. Кейіннен сары түспен әлбетті түрде осылай жасаймыз. Және де сол сары түспен жасалған гүлдердің үстінен қара түсті кішкентай нүктешелер салып шығамыз. Яғни біз гүлдерді бейнелейміз. Енді ақ түсті гүлдерді қостық. Ақ түсті гуаш қолымызда болғандықтан осылай қолымыздың көлеңке түспей күн шағылысқан жерлерін осылай бояп шықтық. Яғни акцент жасадық. Шашымыздың ең соңғы элементтері қара түсті алып, сұйықтау қылып осылай арасынан шамалап шаш секілді линиялар жасаймыз. Қисық шеткі бөлімдерін контурлап, яғни бұл шаш екенін бейнелейміз. Енді сары түсті аласыздар. Сары түс арқылы осылай арасынан, яғни қанық сары түс арқылы осылай 10 шақты нүктеше жасайсыз. Және де қара түсті гуашты кішкентай кисточкамен ортасынан осылай қара нүктеше қоясыздар. Сол кезде ол визуалды түрде гүлді еске түсіреді. Міне достар, бізде осындай өте әдемі сурет шықты. Егер де бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.